Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Несеп жолдары аурулары неден пайда болады? Цистит неге жиі қайталанады? Және оның емі туралы айтамын. Цистит қуықтың қабынуы. Қуыққа жұқпа, яғни инфекция кіргенде пайда болады. Аурудың дамуына қуықтың шырышты қабаттарының тітіркенуі мынадай факторлармен себепші болады. Дененің қатты тоңуы, тәтті не болмаса тұздалған тағамдарды көп қолдану, спиртті ішімдіктерді үйір болу, сондай-ақ іштің қатуы, цистит кіші дәретке аз мөлшерде үзік-үзік қиындықпен шығуы сипатталады. Ауырсыну әртүрлі шаншып, күйдіріп ауру кіші дәреттің соңына қарай күшейеді. Тіпті зәрге қан араласуы да мүмкін. Цистит ауруымен көбінесе әйелдер мен жасөспірім балалар да ауырады. Кіші дәретке барғанда ауырсыну, күйдіріп ашыту, іштің төменгі бөлігінің ауырсынуы, қуықта зәр қалып қою сезімі және кіші дәретке жиі бару негізгі себептері. Инфекция қоздырғыш бактериялар, вирус, грибок. Себебі инфекция қоздырғышы бактерия, вирус, грибок және қарапайым ішектегі инфекциялар себеп болады. Жыныс мүшеге инфекция түсуіне ішек құрттардың да көбеюі себеп болады. Видеоны әрі қарай жалғастырмай тұрып, маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк басып, қолдауларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Цистит екінші рет мазаламайтындай ем-домдарды айтамын. Иммунитет төмендеп, организмде зат алмасу процесі бұзылып, инфекция организмге таралады. Ішек пен қуық жақын орналасқандықтан лимфа жолы арқылы қуыққа өтеді. Яғни ішек инфекциялары қуыққа өтеді деген сөз. Циститтің жедел және созылмалы түрлері болады. Жедел түрі қызуды көтеріп, ұйқысыздық, әлсіздік, тәбеттің болмауы пайда болады. Жиі зәр шығару, өзін нашар сезініп, еңбекке қабілеті төмендеп, иммунитеті түсіп кетеді. Мұндай кезде емханаға барып, бакпасев зәр анализін тапсыру қажет. Зәрді қалай тапсырамыз? Жыныс мүшемізді жуып алып, зәрдің алғашқы бөлігін кішкене шығарып тастап, зәрдің ортаңғы бөлігін арнайы ыдысқа құйып алып, талдамаға барамыз. Яғни бұл анализ қандай бактерия бар екендігін анықтап, сізге сол бактерияға қарсы, яғни сол бактерияларды өлтіретін антибиотик тағайындайды. Содан соң ем алу қажет. Егер сізде жиі цистит мазалап, үнемі зәрдің ұстай алмасаңыз, дәрумен қабылдау қажет болады. Қынап кеңейіп, зар үнемі ұстамайтын халге жетеді. Егер сізде зәр мүлдем ұстамай, түшкірген, қатты қорқу сезім болған кезде зәріңіз шығып кететіндей болса, онда сіздің қынабыңыздың кеңейіп, дәрумендердің жетіспегендігі анық айғағы болып табылады. Яғни бұл кезде дәрумендермен қоса кегел жаттығуын жасаған өте пайдалы. Егер сізге анемия, дәрумендердің жетіспеуі де маңызды рөл атқарады. Витаминдердің анемияға қарсы D3, В5, цинк, селен және С дәрумендерінің жеткіліксіздігі де циститке жиі шалдығуға әсер етеді. Сіз қанша емделсеңіз де цистит қайталана берсе, яғни антибиотик көптеген дәрілерді ішуден шаршасаңыз, онда ағзаңызда иммунитеттің түсіп, дәрумендер мен микроэлементтердің төмендеуі, яғни жетіспеу жағдайында да цистит қайталана береді. Дәрігерге қаралып, анализ тапсыру барысында ішек құрттарға да тапсырған өте маңызды. Ішек таяқшалардың бұл циститке не қажеті бар дейтін шығарсыздар, бұның маңызы өте зор. Ішек таяқшалар ішек құрылысында ағзаңыздағы көбеюі, іш өту, иммунитеттің түсіп, дәрумендер ағзадан жойылуына келеді. Әлсіздік, шаршау, стресс, жүйке жүйенің бұзылуы мен циститтің созылмалы түріне өтеді. Ескерте кететін жайы, антибиотиктерді қабылдаған соң, ішек микрофлораласы мен жыныс мүшелерінің, яғни қынаптың микрофлорасы бұзылады. Сол себепті сол кезде иммунитет төмендеп, инфекция қайта көбеюі ауруларды туғызуына да әкеледі. Антибиотикті қабылдап болғаннан кейін микрофлораларды қалыптастыратын препараттарды қолданған өте маңызды.
Ішек құрттар туралы не айтуға болады? Ішек құрттар туралы, егер ағзаңызда ішек құрттарыңызда паразиттер өте көп болса, дәрумендер мен пайдалы тағамдарды қабылдап әуре болмаңыз. Күнделікті ішіп жүрген асыңыз бен дәрумендеріңіз ауызға, одан асқазанға, одан кейін ішекке барады. Ішекке түскен пайдалы микроэлементтер мен ағзада қажеттінің бәрі осы ішек арқылы сіңеді. Одан соң қанға өтеді. Ал бізде ішекте паразиттердің көптігінен олар адам секілді ішімізде өмір сүреді. Содан ішекке түскен барлық пайдалы тамақтардың, дәрумендердің барлығын ішек құрттар өзіне қабылдап алып, өзінен шыққан токсиндерді бөліп шығарады. Яғни біздің қанымызға жібереді. Циститте гигиенаны сақтау өте маңызды. Үлкен кісілер болсын, балалардың құйрығын жуар кезде де гигиенаны сақтау аса маңызды. Қынапты немесе құйрығын жуар алдында арнайы сұйықтықпен немесе сабын арқылы, құю арқылы алдыңғы бөліктен, яғни қынап жағынан артқа қарай жуу өте маңызды. Яғни құйрықтан шыққан көптеген паразит, ішек таяқшалары алдыңғы қынапқа өтіп кетпес үшін алдыңғы жақтан артқа қарай жуу гигиеналық сақтаудың ең бірінші түрі болып саналады. Ішек құрттарға қарсы мына бір дәрі өте пайдалы дәрілердің бірі болып табылады. Дәрі емес, бұның құрамындағы ешқандай зияны жоқ, үлкен кісілерге де, балаларға да қолдануға болады. Глистагон. Глистагонның құрамында магний сульфаты, сарымсақ, асқабақ дәні, түймешетең, грек жаңғақтар, қалампырдың осы дәндердің құрамынан қосылған таблетка түрінде шығарылған дәрі. Өте керемет, ешқандай зияны жоқ, 1 айға дейін қолдануға болады. Ішек құрттарға қарсы өте тамаша, зиянсыз дәрілердің бірі болып табылады. Бұл дәрі сіздің іш өту, іш кебу, түнгі ұйқыңыз, ішек құрттарға қарсы және цистит, көптеген аурулардың алдын алатын дәрілердің бірі. Тіпті асқабақ дәнін таңғы аш қарынға, таңғы асқа жарты сағат бұрын қабылдасаңыз болады. Жақсылап жуып, тазалап, шайнау арқылы қабылдасаңыз болады. Оның ешқандай зияны жоқ, көптеген аурулардың алдын аласыз. Асқабақ адамның ағзасындағы пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністің тамақ ретінде жеу арқылы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералды заттарды толықтырамыз. Әрі көптеген дерттерге дауа болады. Қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Ерлердің денсаулығын жақсартады, артық салмақтан арылтады, көңіл күйіңізді көтеретін, ішек құрттарды тазалайтын, буын ауруларынан қорғайтын, остеопороз ауруларын алдын алады. Ішек құрттар барлық адамдардың ағзасында жүреді. Ең алдымен ішек құрттарға қарсы бір тазаланып алып, дәрумендер кешенін қабылдап, бүйрек ауруы, циститке қарсы дәрілерді, тіпті шөптік дәрілермен бірге осы дәрумендер кешенін қабылдасаңыз, сізді цистит екінші мәрте мазаламайтын болады. Дәрумендер кешені D3, В5, цинк, селен және С дәрумендерін қабылдасаңыз, сізге иммунитетіңізді көтеріп, көптеген инфекцияларға қарсы тұрып, цистит сізді ұзақ уақытқа мазаламайтын болады. Ауырмаңыздар, ем болсын, менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Видеоны басқа да достарыңызбен бөлісіп, маған лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетуіңізді сұраймын.